Мінекей біз тігіп алдық. Қарап тұрсаңыз, бұлай ойық болып тұр. Біз мына тұстан әзір түзеп бүйтіп қырқып тастаймыз екі шетін. Міне мен екі шетін қырқып тастадым. Алып тастаймыз. Енді қарап тұрсаңыз, бұл түзу болып тұр. Осыған енді мына баскыны тігіп шығамыз. Менің баскым сәл үлкен болып тұр. Мен осы выточка тұсынан бүйтіп кішкентай складка істеп жіберемін. Мен екі складка істедім. Мынада түп-түзу тұр. Осылай қойып, қазір мына жерде тіге саламыз. Бұның бойынан осылай тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтым. Мына жерде сәл артықтау болып тұр. Бұны кесіп жасай саламыз. Тігіп шықтым. Енді мына выточкалары бар ғой, бұл көйлекке де, барлық неде бір-біріне қарап жату керек. Мінекей біздің кәжекейіміз тігіп болдым. Енді мына жалбырларын бәрін оверлоктап тастаймын. Ең бірінші тігіп үйренген кезде қыздар кәжекейді астарсыз тігіп үйренген өте жақсы. Кейін астарды тура өзімен тұтастай қырқып, әрқайсысын бөлек-бөлек қырқып, сөйтіп жабыстырасыз. Оны да келешекте көрсетемін.